Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni бастамас burun arnaga tirkelib videoga like bosuvdi umid qilingizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi. Әлем чемпионы қазақ боксшысымен жекпе-жекке шығады, Жәнібекпен емес. Орта салмақта WBC чемпионы Доминикалық Карлос Адаместің келесі қарсыласы кім болатыны анықталды деп жазады. 23 сәуірге қараған түні Саудия Арабиясының астанасы Эр-Риядта өткен бокс кешенінде Адамес британиялық Хамза Ширазбен жұдырықтасты. 12 раунд қорытындысы бойынша қарсыластар тең түсіп отыр. Ал бүкіл әлемдік бокс кеңесі WBC осы жекпе-жекке дейін Адаместің командасына міндетті қарсылас қазақстандық Мейрем Нұрсұлтановпен жекпе-жек өткізу міндетті жайында хабарлама жіберген екен. Ол кезде үміткермен жекпе-жек кейінге ысырылған. Ел енді қарсылас қазақ боксшымен айқасқа шығуға міндетті дейді. Орта салмаққа жан бітіреді. Жәнібекке үлкен айқас үшін қарсылас табылды. Спорт туралы жазатын Файс клуб 27 аккаунты қай жекпе-жек орта салмақта қайта оятуға болатын туралы жазды деп хабарлайды. Мәлімет көзі қазақстандық Жәнібек Әлемханұлы Ұлыбританиялық Хамза Ширазбен рингке кездестіру керегін жазыпты. Орта салмақ бірінші жыл сырқау халде жатыр. Карлос Адаместі жеңу Хамза Шираз үшін шешіліп қойған мәселе емес. Бірақ егер Шираз оны жеңсе, дивизионға Жәнібекпен айқас қажет. Бұл үлкен жекпе-жек. Сондықтан ол міндетті түрде өту керек деп жазыпты. Дерек сөз. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Тек сіздер үшін әрекет етіп тұрмыз. Сіздерден қолдау, лайк басамыз, комментарий жазамыз, подписация боламыз достар. Ең қызықты мәліметтердің бары алдында. Баршаға рахмет.